сәлеметсіздер ме, құрметті қазақша тару ютуб каналының көрермендері, құрметті сары шаян жұлдыз белгісіне туған жандар. Бүгін сіздердің назарларыңызға қараша айына арналған, яғни 2024 жылдың қараша айына арналған жорамалын ұсынамын. Сіздерді не күтеді, не болады, сол туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліңіздер, өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеке сұрақ болатын болса, WhatsApp номерге жазсаңыздар болады, яғни жеке сұрақтарыңызды қоюға, иә. Ал енді бастаймыз. Қараша айы сіздер үшін, сары шаян жұлдыз белгісіне туған жандар үшін қалай болмақ? 2024 жыл қараша айы сары шаян жұлдыз белгісі. Бірінші карта бойынша сізге айтатыным, барлығы да жақсы. Ең бастысы барлығы жақсы, ай жалпы жаман болмайды. Бастамасы, иә. Өте бір қалыпты, сабырлы, байсалды жағдайда бастайсыз айды, сондай бір жағдайда кіресіз айға. Әрине бұл карта былайынша тұрақтылықты білдіреді, яғни желательно айға сондай бір керемет көңіл күйде состояниеде кіруге тырысыңыз, иә, жағдайда. Не себепті олай деймін? Себебі көбінесе бұл енді айдың басы ғой, бастапқы 10 күндігі немесе бастапқы алғашқы аптасын білдіреді. Бұл кезде сіз қалай айға кіресіз, сол состояние сол уақытта сақталады, иә. Егер сіз көңіл күйіңізді керемет қылып кірсеңіз, сол керемет көңіл күймен алып шығасыз, яғни 10 күнді алғашқы. Ал егер де жоқ, көңілсіздеу болып кіретін болсаңыз, сол жағдайда жүретін боласыз. Және де бұл картаға айтатыным, негізінде мәселелерді шешуге қолайлы уақыт, қолайлы жағдайлар туындайды. Яғни тоқтап қалған істі жылжытуға, келіссөздерді жүргізуге, белгілі бір келісімге келуге сондай бір әдемі уақыт болады. Ақша жағы, денсаулық жағы, қарым-қатынас жағы да барлығы да тұрақты болады. Айтып тұрмын ғой, қалай кіресіз, солай тұрақтылықты сақтайды. Мысалға, күшті кірсеңіз, сол күштік тұрақтылықты сақтайды. Ал көңілсіз кірсеңіз, сол көңілсіз тұрақтылықты сақтайды. Сондықтан да барынша көңілді айды бастауға тырысыңыз. Енді гармонияны білдіреді бұл карта. Еще андай жұмыста да, үйде де барлығына үлгеру, барлығында да өзіңізді әдемі ұстап, керемет көңіл күйде жүруді білдіреді. Яғни сабырлы түрде барлық мәселені шешуге қабілетіңіз ашылады. Яғни ешқандай артық нәрселерге ашуланбай, бір агрессия танытпай, сондай көңіл күйде жүресіз. Баланс, барлық жақтан баланс табуға тырысасыз. Еще йогаға қатысуыңыз да мүмкін. Кейде өз-өзіңізді андай неге сабырға шақырып деген сияқты, или болмаса психологқа жүгінесіз ба, психологтың көмегіне. Как просто сөйлесу ретінде, иә. Солай. Және бір қиын дүние болған болса, соның шешімін таба аласыздар, соған кірісесіздер. Және бұл былайынша татуластықты білдіреді. Егер бір адамдармен дұрыс сөйлеспей жүрсеңіз, татуласасыз, махаббатты білдіреді, тұрақтылықты білдіреді. Конфликтің ситуация болған болса өміріңізде, соны шешуге мүмкіндік бар екенін көрсетуде. Және денсаулығыңызда жақсы болады дейді, және тұрақты болады. Барлық состояние, ақша да болсын, денсаулық болсын, қарым-қатынас болсын, иә, махаббат. Ойбай. Енді бұл карта вообще мына екі карта бір-бірімен мүлдем сәйкес келмейді, қарама қарсы да. Енді қараңыз, бұл карта
негізінде сіздің өміріңізде бір өзгерістер келе жатыр. Өзгерістердің бастамасы осы уақыттан алады бастаманы, және белгілі бір дүниелердің аяқталуы, тоқтауы, өзгерістердің болуы, бұл оңай карта емес. Дегенмен де құтыла алмайсыз. Яғни бұдан сіз құтыла алмайтын едіңіз. Тіпті ішкі жан дүниеңіздің де өзгеруі мүмкін. Бір нәрселерге көзқарасыңыздың өзгеруі, пікіріңіздің өзгеруі, нақты бір өміріңізді или болмаса сол басыңыздағы белгілі бір жағдайды өзгертудің жағдайы, ситуация болады сондай, әрекет болады. Мысалға, сіз мүлдем тұратын жеріңізді өзгертесіз, немесе жұмысыңызды өзгертесіз, немесе қасыңыздағы адамдарды толықтай өзгертесіз, немесе ортаңыз өзгереді сіздің, қала өзгереді, мысалға тұратын, елі өзгеруі мүмкін, басқа елге уақытша тұруға барасыз. Әркімде әртүрлі ғой. Сондай жағдай болуы мүмкін. Ақша табудың көздері өзгереді біреулерде. Сондай да өзгертеді. Состояние өзгереді, көңіл күйіңіздің өзгеруі. Және бұл карта кейбір адамдарда статустың өзгерісін білдіреді. Мысалы, үйленесіз, сіздің өміріңіз өзгереді, ажырасасыз, өміріңіз өзгереді. Жұмыстан шығасыз, өміріңіз өзгереді, жұмысқа тұрасыз, өміріңіз өзгереді. Қандай да бір сіздің өміріңізде белгілі бір өзгерістерді алып келетін жағдай болатын болса, сол нәрсе именно сізге қайсы жағға жақын, қайсы жағға қатысты, сол нәрсе болуы мүмкін. Тағы не? Кейбір моменттерде бір нәрселерді бұрыннан сол ұстап қалғыңыз келіп тұрған нәрселерді ұстағанмен ол бәрін ұсталынбайды. Мысалға, үзілейін деп тұрған қарым-қатынас, ол бітеді ақыр соңында. Құлайын деп тұрған үй құлайды деген сияқты ғой. Енді Құдай сақтасын, бірақ сондай сияқты, сіз әрең жүрген, мысалға, бір жаңағыдай кеткіңіз келіп жүрген, бірақ сол кететін амал таппай жүрген сондай бір жұмыс болса, одан кетесіз. Или сізді қысқан жұмыс болса, тағы не, біреумен ұрысып қалғыңыз келсе, ұрысып қалайын деп жүрсеңіз, ұрысып қаласыз түбінде, және сондай жағдайлар қайта болады. Сондай бір состояниеде өзгеріс, резко өміріңізде өзгеріс болады. Үшінші карта вообще негізі жаман емес. Белгілі бір ситуацияны басыңызға түсіп тұр, негізі сізде белгілі бір мәселе түсіп тұр. Ол көбінесе ақшамен байланысты, ақшамен байланысты. Бірақ сіздің қолыңызда қандай өзгеріс болмасын, қандай жағдай болмасын, өзгерту де, дұрыстау да, жақсарту да, өмірді сүру де, біреуді қайтарып алып келу де, біреуді жіберу де, ол барлығы сіздің қолыңызда. Бұл еңбекті білдіретін карта. Еңбек етсеңіз, қаншақты деңгейде әрекет етесіз, қаншақты деңгейде өзіңіздің күшіңізді, назарыңызды, уақытыңызды бөлесіз, соған қарай сіз не істейсіз, результатын көретін боларсыз. Белсенді әрекетті білдіреді, қимылды, қозғалысты білдіреді, барлығы өз қолыңызда екенін көрсетеді. Жұмыста да белсенді боласыз, табыстардың түсуін көрсетеді. Ақша болады, негізі ақша түседі сізге. Денсаулығыңыз да жаман емес, негізі ақша түседі, бірақ ақша, смотри, айтып тұрмын ғой, қаншалықты деңгейде сіз сол ақшаның көп болған қалай, сіз соншалықты деңгейде жұмыс істеуіңіз керек. Ақша енді біреуіңізде көп түседі, біреуіңізде аз түседі дегенде, бірақ түседі. Денсаулығыңызға да күтініп қарау керек. Адамдармен көп байланыс жасайсыздар, және жасау керек сіздің ісіңіздің ары қарата жүріп кетуі үшін. Белсенділік танытыңыз, және қорықпай шешім қабылдап, өзгерістерге қатысты шешім қабылдауға дайын болыңыз, қабылдаңыз да деп айтады карта. Төртінші карта бойынша, бұл карта енді адамның эмоциональный состояниесін білдіреді. Сіздің эмоциялық көңіл күйіңіз өте жақсы болады, тұрақты болады, белгілі бір деңгейде өзіңізді керемет сезінетін боласыз. Махаббатпен басыңыз айналып жүре ма, енді біреулеріңіз сондай болуы мүмкін. Біреулеріңізде
көтеріңкі көңіл күйде ортаңыз сізді устраивает, яғни көңіліңіз толады барлығына, өміріңізде болып жатқан жағдайларға көңіліңіз толады ма, или өзіңізді бір жағынан болмаса бір жағынан жұбатып қоясыз ба, вот сондай. Мысалы кейде адамдарда жұмыста өзгерістер болып жатыр, бірақ үйіндегі жағдай жақсы, иә, и біреулерде жұмыста жағдай жақсы, сыйлы, керемет, бірақ үйде сондай бір өзгерістер болып жатыр. Сондай сияқты жағдайда болуыңыз мүмкін. Негізінде картаңыз жаман емес. Бұл еще әйелмен таныстықты білдіреді. Біреулерде, еркектер болатын болса, әйелмен таныстықты білдіреді, және ол әйел өте қамқор, сондай әйел. Или сізге бір әйел қамқорлығын көрсетеді. Ол анаңыз ба, ол әйеліңіз ба, ол қызыңыз ба, қарындасыңыз ба, білмеймін, өзі сондай бір қамқорлығын көрсетеді. Или сіз бір жеріңіз ауырып жатқан кезде ол көмектесе ма, сондай болады. Или сіздің өміріңізде бір әйел адамның әсері болады. Ол әйел адам көмегін береді, или бір өзіңіздің мнениеңізді, яғни бір шешім қабылдауына септігін тигізеді. Жылулық, сіз или біреуге жылулық сыйлайсыз, біреуге қамқорлық сыйлайсыз, көмектесесіз, және бір обстановка сондай приятный, жақсы, жағымды ортада жүретін боласыз. Айдың аяғына қарай сіздің жұмысыңыз да барлығы жақсы деңгейде болады. Енді қараңыз, бір еркек бар, ол еркектен сақ болыңыз, ол еркек өте ашулы, агрессивный, сондай еркек. Тіпті таныстық болатын болса да, ең соңғы уақыттарында, мысалы қараша айының соңғы бір аптасы, 2-3 күндігінде сондай бір адамдармен байланыс орнатуға болмайды. Өйткені ол адам өте қауіпті болуы мүмкін, или ол адам өзі агрессивный, қызғаншақ, өзін өзі қызғанатын, жаңағы эгоист, сондай адам болуы мүмкін, иә, собственник дейді, сондай сияқты. Яғни бұл адам тек өзінің айтқанымен жүру керек, бұл адам өзінің бір пікірі бар, және үнемі ашуланып бәрін қырып жойып жүретін адам. Бұл адам тіпті кейде сіздің күйеуіңіз болуы да мүмкін. Ол күйеуіңіз сізбен бір пікірге келмей қалады, яғни екеуіңіздің көзқарастарыңыз екі жақта болып тұрады. Сондай да болуы мүмкін. Кейде бұл карта білдіреді, жігітіңізді білдіреді. Кейде бұл карта, яғни жігітпен егер ұрсып қалған болсаңыз, ол адам келе ма десеңіз, жоқ, ол адам келмейді. Осыған келетін ойда тұрған жоқ. Данный моментте келмейді, және ол адам вообще қосылуына уже үмітін үзіп тұрған адамды білдіреді. Белгілі бір мәселелерде үмітін үзу, қозғалыс, сосын міндетті түрде қозғалыс болады сізде. Себебі жылқысы шықты, значит қозғалыс, и плюс сіз кейде көлік сатып алуды да білдіреді. Или болмаса сосын асыруға болмайды, потому что көлігіңіз алған кейін сізге ұнамай қалуы мүмкін. Сондықтан мұқият болыңыз, иә. Бір минустар шығып қалып па деген сияқты. Былайынша жаман емес. Сосын бұл карта кез келген нәрсеге ашулана бермеңіз, потому что ашулану арқылы, агрессия көрсету арқылы, раздражаться етіп арқылы сіз не істейсіз, өзіңізге кедергі келтіресіз. Тікелей өзіңізге ісіңіз жүрмей шамалы сізді шаршататын болады одан сайын, иә. Сондықтан да шамалы барынша сабырлы күйде ұстауға тырысыңыз өзіңізді. Сосын ақша жағынан да мәселелер туындап жатса, ақша кешігеді ма, или болмаса сондай жағдай болуы мүмкін. Или ақша аз түсіп қалған ма сізге бұл айдың. Өйткені айтып тұрмын ғой, ақша жағы енді только бір әрекет ете беру керек, жүгіре беру керек, жұмыс жасау керек. Сол бітті тоқтап қалсаңыз, бітті, уже ақша тоқтап қалуы мүмкін. Вот сондай бір нәрселерге қарсылық көрсету, өмірі басқа адамдармен ұрсып жүресіз ба, вот сондай сияқты дүниелер болады. Кез келген нәрсе сіздің жыныңызға тиіп тұратындай, ашуыңызға тиіп тұратындай болады, өзінен өзі, иә. Вот сондай, сол нәрсе өзіңізге кейін зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан да қатты ашулана беріп, әркіммен ұрса бермеңіз. Және менің желательно кеңесімді тыңдағаныңыз жөн. Потому что сіздердің карталарыңыз бұл өміріңізде сіздің айтып тұрған өзгерістер болады. Сол өзгеріске сізді жаймендеп дайындап жатыр. Тағдыр дайындап жатыр, жағдай дайындап жатыр. Бірақ соңында, сол белгілі бір өзгерістің соңы болған кезде сізде барлығы да жақсы болады. Сондықтан да қатты қарсылық көрсетуге болмайды. Тағдырға қатты қарсылық көрсетпеңіз. Міне осындай сіздердің жорамалдарыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеке сұрақтарыңыз болатын болса,
маған WhatsApp нөмерге жазсаңыздар болады. WhatsApp нөмір төменде көрсетілген. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.